Ұлпанның монологы. Мен Ұлпан кәкір-шүкір сөзге алданып, өмірін босқа өткізетін әйел емеспін. Ер мінезді деп те, ақылды деп те айтты мені ел. Бірақ мен өзімді жай ғана елге жаны ашыған, әділдікті ту еткен адамын деп білемін. Менің тағдырым халқымның тағдыры. Кішкентай кезімнен ақ ер азаматтың ісіне араласып, ат үстінде жүрдім. Әкем мені еркін өсірді, ақыл берді. Ару болсам да, момын, жұмсақ болмадым. Елге қорған болсам деп талай қиындықты бастан өткердім. Менің маңдайыма Шыңғыс ханның даңқты ұрпағы Есенейдің жары болу бұйырды. Ол ақылды, әділ, ел басқарған нар тұлға еді. Онымен бірге жүріп, елдің қамы үшін талай шаруа тындырдық. Бірақ бақыт мәңгі емес екен. Есеней өмірден өткен соң, менің де күнім тұманданып, қайғы басып, еңсемді басқан ауыртпалық көбейді. Мен әйел ғана емес, анамын, ұлт анасы болғым келді. Елдің мұңын, жетімнің қамын ойладым. Бірақ бұл дүниеде әділетсіздік көп екен. Қызым Біжікеннің тағдыры соның айғағы. Билік пен дәстүрге қарсы тұру мүмкін емес еді. Бірақ мен ешқашан өкінбеймін. Себебі мен Ұлпанмын. Менің өмірім ұлы даладағы әйелдің тағдыры. Ерлермен қатар жүріп, елдің жүгін көтерген аналардың бірі ғана. Қайғы мен қуаныш қатар жүретін бұл өмірде менің бар тілегім халқымның амандығы, ұрпағымның болашағы.